Майгүл қыз мектепті қызылмен бітіріп, оқуға құжатын өткізіп қойды. Бірақ тағдыр оған тағы да тосын сый дайындап қойған еді. Өмірі ауырдым деп айтпаған анасы қан қысымнан аяқ астынан құлап арбаға таңылды. Байғұс қыз амалсыз оқуын тастауға мәжбүр. Келер жылы оқимын деген арманы бар. Бірақ ауру анасына қараймын деп ақ уақыт зырлап өтіп жатты. Іштей анасы да көз алдында жүрген қызының бағын байлағаны жүрегіне ауыр тиетіні айтпаса да белгілі. Ағасы да отбасылы болған, бірақ көп ұзамай келіні айғай шығарып, артынан ағасы да балаларым үшін деп кетіп қалды. Ара-тұра аша мен азық-түліктерін әкеп береді. Сол анасын күтемін деп жүріп, жасы 30-ға келгенін байқамай қалды. Анасы да соңғы кезде жиі ауырып, ана дүниеге аттанды. Әкесі әлдеқашан басқа отбасын құрған. Ақсияш ауру болған соң, 1 жыл өтпей жатып, баласы бар әйелмен басқа қалаға қашып кеткеннен оралмады. Туыс-тумалары жабылып жүріп, көмек қолын созып, Ақсияшты зейнетақы алуына көмектесті. Келіні де ауру енеге шыдамай кетіп еді. Енесі дүниеден озғалы жетіп келгені. Қара шаңыраққа үй болу керек, енді есіне түскен сияқты. Бұрын келмеген ағасы мен жеңгесі енді қара шаңырақта тұра бастады. Арада тағы да жыл өтті. Үйдің бар тірлігін Майгүл жасайтын. Жеңгесі балаларды тастап жұмысқа шығып кетті. Майгүл сол үйдің қызметшісі секілді бәрін дайындап қоятын. Туыстары бұл қызға жаны ашып, сыртынан алып қашу жоспарын құрған. Бірақ Майгүлді көрген еркек шошитын. Солай жүргенде өзінен бір шама жасы үлкен әйелі қайтыс болған еркек Майгүлді жары етуге келіскен болатын. Майгүлдің туыс жеңгелері үйден кішігірім дастархан жайып, ырымын жасап ұзататын болды. Туған жеңгесі қайынсіңлісінің кететіне қарсы. Кішігірім ұзату тойы болған Майгүл қатты қобалжулы. Болашақ жары кешігуде. Іштей сансыз сұрақтармен әлек. Неге кешігіп жатыр? Әлде менен бас тартты ма? Бір кездері күйеу бала келді, көліктері бұзылып кешіккен екен. Жеңгелерінің даусын естіген Майгүл қуанғаннан жылап жіберуге дейін барды. Өзін әрең ұстап, үсті-басын ретке келтірді. Күйеу жігіт бөлмеге кірді. Майгүл де қатты қобалжығаннан басын көтеруге ұялып отыр. Өзін 18 жастағы бойжеткен секілді сезінген Майгүл болашақ жарына ұрлана қараған еді. Екеуінің көздері түйісіп қалғаны. Өзінен үлкен болса да, жүзі жылы, тартымды, мұрты бар ер кісі екен. Сол бір көргенін Майгүл ұнатты. Сыпайы сөйлеген сөзі, өзін сондай сабырлы ұстағаны Майгүл үшін нағыз ер жігіт еді. Майгүл қызға бақыт тілеушілер ақ баталарын беріп, өз шаңырағына аттандырды. Өмірінің ең бір тамаша күнінде енді ғана бақытқа қол жеткізген бейкүнә қызға тағдыр тағы да үлкен соққы жасады. Бақыттан бал-бұл жанған Майгүлдің жүзіне қан жығылды. Көлік апатына ұшыраған болатын. Көлік тізгіндегі туысы аздап ішімдік ішкен екен. Бәрі аман қалып, тек Майгүлдің күйеуі басынан қатты соққы алып, сол жерде жан тапсырды. Бұл қайғылы қаза бәріне оңай болмады. Артынан қалған балалары бар. Әлі де шаңырағына аяқ басып үлгермеген Майгүлді қазаға да қатыстырмай ағасының үйіне әкеп тастаған. Сондағы туыстарының айтып кеткен сөздері: келмей жатып күйеуінің басын жұттың, саған бекер құда түстік. Бұл сөздер Майгүл үшін тым ауыр. Байғұс құс есінен адасардай күй кешті. Бөлмесіне кіріп алып ұзақ жылады. Туыстары келіп көңіл айтқан болмаса, туған жеңгесі қайтып келгеніне қуанышты. Сол бір күннен соң Майгүл сөйлеуді қойды, үндемей жүре береді. Барлық тірлікті өз қолына алған туған жеңгесі бұл қылығына дән риза. Одан кейін де туыс жеңгелер келіп
әлі жассың, сені ұнатып жүрген біреу бар екен деген сияқты әңгіме бастап еді. Ештеңеге қарамай туған жеңгесі абысындарын айқайлап үйден қуып шықты. Майгүлге де айтпағаны қалмады. Уақыт шіркін зырлап әп-сәтте өте шықты. Арада бірнеше жыл өтіп Майгүл қартайды. Ағасының барлық баласын өсіріп баққанда осы Майгүл еді. Қартайғанда туған жеңгесі өткен күннің күнәсі үшін бе, Майгүл 60 жасқа толғанда жеңгесі өз інісіне, ол да сол жаста кемпірі жоқ шалға қосты. Қазіргі таңда Майгүл әже өте бақытты. Өз баласы болмаса да өгей балалары құрметтеп, келіндері сыйлайтын ене болды. Алла бақытын қартайғанда жолықтырған Майгүл әже шалымен қол ұстасып, Қазақстанның әсем қалаларына ұшақпен жиі қыдырады. Кейіпкердің өмірін баяндаған өгей қызы Гүлзат. Майгүл әже өмірдегі ең мейірімді, қамқор жан. Алла ұзақ ғұмыр берсін деп әңгімесін аяқтады.